Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен өзімнің шығармашылығымен таныстырғым келіп тұр. Ол сыныпта тұрған менің тақтам. Осы тақтада біз тақырыпты жазамыз, яғни көрнекіліктерді сабақтың реті бойынша орналастырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгінгі сабақтың тақырыбы ас атасы нан деген. Топтық тапсырмалар, орындалған тапсырмалардың бәрі сол тақтаға орналастырылады және көпке дейін сол тақтада оқушылардың назарында тұрады. Есте сақтауға өте көмегі зор болып тұр. Яғни бұл менің өзімнің өмірімнен алынған, қажеттілігімнен алынған, туындаған шығармашылығым деп сіздерге айтып өте аламын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Міне сыныпта отырған қатысушы апай, яғни ас атасы нан сабағында.